Ең алғашқы рет мен бастау бизнес жобасы туралы Инстаграмнан көрдім, бірақ таныстарымды айтып жүретін бастау бизнес туралы. Содан кейін жұмыспен қамтуға барып, сол жерде барлық ақпаратты біліп, жастарға қатысуға болатындығын біліп, вообще қуанып кеттім. Сөйтіп, сол жерден өзімнің аты жөнімді, яғни өзім туралы мәліметтерді қалдырып, заявкалар толтырып кеттім. Содан кейін бір апта көлемінде маған хабарласып, сөйтіп офлайн оқу форматын бастаған болатынбыз. Оқу форматы бізде басында онлайн болады шығар деп ойлаған ғой, енді осындай ауқымды жоба, бірақ сөйтсем офлайн екен. Менің өзімнің тренерімнің аты Самал Атагелді. Ол кісімен біз бір ай көлемінде жұмыс жасадық. Сабақты кәдімгідей бизнес жоспарға дейін жазып, толығымен түсіндіріп, кәдімгі қалай айтсам, бастаудан бірінші бизнесті қалай бастау керек екенін түсіндік қой ең алғаш. Менің бизнес жобам кішкене ерекше болды, себебі мен өзім киімдерді тіккенді жақсы көремін, және оларды кәдімгі күнделікті киімдерді қазақы нақышқа жасағым келді да. Содан кейін мен осындай маталарға ою өрнектерді қолмен салып жүріп, өзімнің бизнес жоспарымды солай қазақы нақыштағы қазіргі заманғы киімдер деп өзгертіп, сонымен бизнес бастаудың жаңа грантына қатысып, сол жылы 585 мың теңге болды. Сөйтіп 585 мың теңгемен алғашқы бизнесімді бастадым.